Мектеп ұлттың ұландарын тәрбиелеп, білім мен тәрбие беретін киелі мекен. Сол орнынан қаншама түлектер үлкен өмірге қадам басып, болашақтарына жол салады. Білім негізі мектеп болса, мектептің басты жүрегі мұғалім. Ұрпақ тәрбиесінде мұғалімнің таланты, біліктілігі мен жауапкершілігі, адами қасиеттері өте маңызды рөл ойнайды. Өйткені ол шәкірт үшін айна сияқты. Ұшқан құстың қанаты далатын, жүйрік тұлпардың тұяғы тозатын, ұшы қиыры көрінбейтін кең байтақ еліміздің оңтүстігіндегі іргелі ғасырлық ғұмыры бар оқу ордасының тарихы тым тереңде жатыр. Білім ордамыздың іргетасы 1951 жылы қаланып, 7 ғимараттан тұрды. 1970 жылы бастауыш мектеп болып ашылса, кейіннен 1991 жылы номері 170 орта мектеп болып қайта ашылады. 2013 жылы номері 170 орта мектебі заманауи үлгідегі мектеп болып, желтоқсан айында 100 мектеп, 100 аурухана жобасы аясында Жүсіпбек Аймауытов көшесі 66-шы В мекенжайында орналасқан жаңа ғимаратқа көшірілді. 2004 жылдан 170 орта мектепті Имашев Нұрлан Раифұлы басқарып келеді. Қазіргі таңда мектебімізде 35 сынып комплектісінде 814 оқушы 2 ауысым бойынша білім алуда. 2022 жылы білім ордасына ресми түрде философ-ғалым, философия ғылымдарының кандидаты Мұстафа Матаев есімі беріліп, профессор бюстінің шымылдығы ашылды. Мектебімізде Матаевтың өмірі мен қызметін баяндайтын қоғамдық танымдық мұражай жұмыс жасайды. Бүгінде жаңа қоғам мұғаліміне жүктелер жүк еселене түсуде. Ұстаз қауымы алдында жай білім беру ғана емес, сондай-ақ өркениет көшіне жол бастайтын, ұлттық рухта сусындайтын, білімді, дарынды азаматтар тәрбиелеп шығу міндеті тұр. Білім шаңырағында қазіргі таңда 34 зерттеуші, 28 сарапшы педагог мамандар қызмет атқаруда. Білім мен ғылымды байлығым деп есептеп, білімнің ең биік шыңдарын бағындыруда шәкірттеріміздің тұғыры биіктен көрініп келеді. Ауыл мектептеріне арналған республикалық олимпиаданың республикалық кезеңінде шәкіртіміз 2 дүркін жеңімпаз атанса, жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінде 3 оқушы, 1000 бала, ауыл балаларына арналған олимпиадада 10 оқушы, облыстық ғылыми жобалар конкурсында 5 оқушы жеңімпаз атанды. Ғылым мен жастар табысты болашақтың сенімді кепілі десек, мектебімізде ғылымға бет бұрған шәкірттеріміз түрлі деңгейде жеңімпаз атанып келеді.